келін болу мама сынақ па әлде тәрбие ма? Ерте тұрып кеш жату керек. Енді келіп жатса келіндер столдың басына құйып береді ғой. Олар енді ана жақта бала шағамен шаруамен жүрген кезде өзімше беремін, олар қарап отырмайсың ғой, қарап отырсаң ашына болып қаласың ғой. Кейбір енелер тойда тұрып айтады, мен қызымдай көремін. Мен ол сөзге осы күнге дейін қарсымын. Ол бәрібір қызындай болмайды. Келін мен ененің ортасында мүмкін кейбір отбасыда кикілжің болмас. Бірақ бізде болды ғой. Сол келін мен ененің ортасындағы кикілжіңді қалай шешкен дұрыс деп кеңес берер едіңіз? Көндік пенген жерінде жынданған кезде жаңағы салып ұрып жіберген кезімде бар. Қазіргі келін мен бұрынғы келіндердің бір айырмашылығы бар ма сонда? Қазіргі келіндерді құртатын бар ғой. Мына үйдегі анасы. Сені біз қосқан жоқпыз. Өзің қосылдың, тастай батып судайсың дейді. Папа айтты ма, демек ол нәрсе уже не обсуждаемый, демек ол болмайды деп. И дәл сол сияқты маған да мырзам айтқан болатын. Менде бір ғана шарт бар. Менің мамам қандай, дәл солай қабылдайсыз, либо екеуміз бірге тұрмаймыз. Сол үшін папа, мен сізге ризамын, мама сіздерге рахмет көп-көп. Енді шынын айтсақ, бұл осы қолдаудың астында үлкен дүние жатыр да. Бисмиллах, баршаңызға сәлем. Бүгінгі подкаст мен үшін өте маңызды. Себебі бүгінгі подкасттың қонағы менің екінші ата-анам, атам мен енем. Бүгінгі подкастта біздер келін мен ененің қарым-қатынасы, жалпы отбасындағы тәрбие, отбасы дәстүрлері, кәсіпкер келін қандай болады, кәсіпкер келін мен отбасыдағы сыйластық және де басқа бір дәстүрлер қалай ұсталады, сол туралы толығырақ ашылатын боламыз. Папа, мама, қош келдіңіздер, мені қолдап, осындай жаңа бастамама келгендеріңізге рахмет. Мама, папа, бірінші сұрақ сіздерге. Біздің қазақ отбасында келін қандай болу керек? Келінге қойылатын бір талаптар бар ма? Өздеріңіздің қоятын, болмаса жалпы қазақтың келіні осындай болу керек деп айтатын бір ойларыңыз бар ма? Қазақтың келіні өзі атынан айтылып тұрғандай, ибалы болу керек, инабатты болу керек, келген жеріне тәрбиелі тастай батып судай сіңу керек, келген жерін сол айнадай жарқырату үшін сол жерді бақытты қылам деп келеді ғой келін. Келген келін өзінің үйінен келгенде тәрбиесін көрген, алған тәрбиесін, өнегесін сол келген жеріне мына ұшып ұядан келеді ғой енді келін болып. Келген жеріне сол тастай батып судай сіңу, сол жердің бәрін жаңағы бақытты қылам деп келеді. Келін. Папа, мынандай бар ма? Отбасыда келін осындай болу керек деген бір ұстаным бар ма? Біздерде жоқ ондай ұстаным. Біздің отбасыда жоқ, бірақ жалпы сіздің ойыңыз. Жоқ, мен келіндік міндетін істеп, сол жаңа мамаң айтқандай сондай болу керек қой. Шайын беріп, тәрбиелі. Ерте тұру керек, ерте тұрып кеш жату керек. Кеш жату керек. Жалпы келін болу мама сынақ па әлде тәрбие ма? Келіндер мысалға біреулер мен сияқты 18 жасынан келуі мүмкін, біреулер 25 жасынан әртүрлі болады да. Келін болу сынақ па, тәрбие ма? Енді ол келін деген. Сіз айтасыз ғой, мысалы, келін аяқтың ұшымен жүру керек, мысықша жүру керек деп айтатын едіңіздер ғой. Сондай бір мысықша жүру керек емес енді, бірақ енді жаңа келін деген айтып отырмын ғой. Келген жеріне жаңағы тастай батып судай сіңу керек. Ол үйінен көрген өнегесін, тәрбиесін сол келген жеріне салу керек, ерте тұру керек. Енді баяғыда біз өзіміз келін, қазірде енді сен өзің енді 18 жасында келдің, келін болып, жаңағы үйімізге енді тәрбиеледік, өзің үйіңнен көргеніңді енді жастай келіп, біздің семьямызға сіңіп, жаңағы тәрбиемізді алып, осы үлкен жаңағы мынандай блогер болып, кәсіпкер болып отырсың ғой енді. Кезінде мен негізі өзім айтатын едім. Сен мынандай болып жүрме, білімді, сабағыңды өзі 5-ке оқыған, институтты 5-ке оқыған, білімдісің, сен неге мынандай бала басты болып отырасың. Сен тық-тық етіп, аяңа төпелейді киіп, жаңағы кәсіпкер деген жоқпын. Күшті кәдімгі жерде істеуің керек. Офисный вариантта. Офисте істеуің керек, мәшине астыңда болу керек деп. Сол кезде 18-19 жасында айтқам, келін болып келгеннен кейін 2 жылдан кейін. Ал сол Алла тағаласы қоймайым.
Бала дейді, Сол баланың күнге бәрін жеттік өзіміз дейсіз ғой. сол күнге жеттік, соның Алхамдулилля. жемісін жеп отырмыз. Өзіңіз айтып қалдыңыз да, енді кезінде мен саған осылай айтқам деген сияқты. Тазалыққа деген көзқарасыңызды білем ғой сіздің. Мысалға мама 4-те жұмыста келесіз, сол кезде үй тап-таза болып тұр. Жалпы сол тазалыққа сіздің көзқарасыңыз келін келгеннен бастап басталды ма, әлде өзіңіз и так тазасыз ғой, бірақ келін таза болу керек па, әлде өзіңіз екеуіңіз ара бірге жасау керек па, келін мен ене? Жалпы мына отбасыдағы келіндер жаңа түсіп жатқанда, келін мен ененің ортасында бір түсініспеушілік пайда болса, қалай шешу керек деп ойлайсыз? Келін мен енді ененің ортасында жаңағы ол өзі келін болып жаңағы 10 баласының ортасына түстім ғой. Өзім мен ауылда қарапайым отбасында өстім. Келін болып енді түскен жерімде өзім әуелден таза болдым. Марқұм өзім шешем, әкем солай тәрбиеленген. Сол менің ұстанған бағытыммен келдім ғой енді. Осы тазалыққа. Сосын енді келінде сол келген жеріне ол келін деп жаңағы кейбір енелер келін ойбай демейді деп қабылдайды. Бүйту керек, сөйту. Ол келінді де сен тәрбиелеуің керек. Сен ол жаңағы енді тәрбиеле дегенде өзің қызыңдай, кейбір енелер тойда тұрып айтады. Мен қызымдай көрем, деп. Мен қызымдай көрем, сен менің қызым боласың деп. Мен ол сөзге осы күнге дейін қарсымын. Ол бәрібір қызындай болмайды. Себебі оның өскен ортасы, өскен әке шешесі бөлек. Ал менің үйіме келгесін ол келін болу керек. Атам қазақ солай қызды қыз, келінді келін деп солай неткен ғой енді. Сондықтан ол сол келген жеріне келін болып өзінің міндетін атқару керек. Жайлап өзі бағытымен. Қазір келіндер енді тәрбиеленген ғой енді. Енеден де бар, анасынан да бар деген сияқты ғой. Мен ойлаймын, енді келін мен ененің ортасында мүмкін кейбір отбасыда кикілжің болмас. Бірақ бізде болды ғой. Сол келін мен ененің ортасындағы кикілжіңді қалай шешкен дұрыс деп кеңес берер едіңіз? Келінмен енді кикілжің болды. Талай енді сені кәдімгі ұрып жіберген кездерінде болды. Өзімнің құттақандай болып, енді 17,5 жасыңда 18-ге толмай келін болып келдің. Енді кейбірде енді өзімде жұмыстан келіп неткенде сағат 4:30-5-те уже тамақ дайын, үй таза тұру керек. Соған енді жастайынан сен көндікпеген жерінде жынданған кезде жаңағы салып ұрып жіберген кезімде болды. Бірақ соның бәріне шыдап, ешқайға кетпей, сол тәрбиеге көндігіп, сол жерде кәдімгі үбірлі-шүбірлі өмір сүрдік қой енді. Ол жаңағы енеге де байланысты, сол келген келінге де байланысты. Сол келін сол жердің кәдімгі. Қазір келіндер қалай келетті тек ойбай бәлен түгін бөлек кетуіміз керекпіз, бөлек тұруымыз керек. Олай дұрыс емес. Сол жерге кем дегенде сен сияқты 7 жыл, 10 жыл, құрығанда 2 жыл жаңағы ата ененің тәрбиесін, әсіресе ененің тәрбиесін алу керек қой. Бірақ сіз үшінші келініңізді 1 жыл толмай бөлек шығардыңыз. Қазір өз көзқарасыңыз өзгерді ма? Көзқарасым өзгереді ғой енді. Өсе келе. Ол 15 жыл бұрын болған дейсіз ғой. Ол ана 15 жыл болған. Ол енді сендей басқалар енді ол тұра алмайды ғой енді. Ол енді сен 7 жыл тұрдың. Ол беркін келе енді үшінші келінім деген өздерімен өздері келгеннен ақ өзі жастар бөлек тұрғысы келді. Енді өзімен өзі жаңағы өмір сүргісі келеді. Заманына қарай адамы дейді ғой енді. Заман бірақ сол қалпында тұр. Бірақ енді беркін келе өздері свободно өмір сүрсін деп менің де көзқарасым өзгеріп, көзқарасым өзгеріп, өздері ұрыс жоқ, керіс жоқ, өздерімен өздері бөлек шығардық. Өзіңіз. Папа, мысалы сіздің қолдауыңыз менің есімде. Мысалға менің әкем жоқ, мен келін болып түскенде папаны өзімнің әкемдей қабылдадым. Мен өзім адамдарға сразу бауыр басам да, мама. Сөйтіп мен папамен, мамамен ренжісіп жылап отқанда папа келетін маған. Болдың ба жылап қызым, жүр шай ішейік деп шай қойып қоятын папа. Мысалы сіз сондай кездерде қандай шешімге келетін едіңіз, папа? Сіз араласпайтын едіңіз ғой? Мысалы мама екеуміз ренжісіп жатқанда. Мен өше ондайға араласпаймын ғой, енді әйел адамдар. Араласпайды, екеуіне де араласпаған дұрыс деп ойлайсыз ба? Мысалы мен ойлаймын, папа, мысалға мама екеуміздің ортамызға кикілжіңге сіздің кіріспеуіңіз, мен мырзамның, Асланның кіріспеуі ол дұрыс шешім болған сияқты, Сонда ер азаматтар кикілжіңге қалай қосылмаған дұрыс па сіздің ойыңызша? Қосылмаған. Ол әйел адамның шаруасында несі бар, ол өздері біледі. Өздері қырылады, өздері қосылады. Біздің шаруамыз жоқ. Қандай кеңес бересіз? Ондай болмау керек қой енді, ондай тіршілік жаңағы ұрыс кикілжің болмау керек. Болмаған жақсы, бірақ өмір болғасын аяқ сылдырмай тұрмайды. Соның ішінде сенің ойыңды айтып отыр ғой. Ойым мен сол ғой. Ер адам негізі араласпау керек деп тұр ғой. Сонда құда ондай қарсымыз ғой енді, бірақ сонда да болып қалып жатыр ғой арасында. Болып қалады. Олар өтті кетті, бірақ папа қараңызшы, мысалға сізді
мен өзім сіздерді мысалы 15 жылдан бері білетін болсам, бәрі всегда ойлайды, мама сөйлейді, мама да ортада жүреді. Бірақ біз үйде жүргеннен кейін білеміз ғой, сіздің сөзіңіз біз үшін заң да, балаларыңыз үшін заң. Мысалға, иә, ол Аслан мырзалар сізден тіпті сізді сөйлетпей, сіздің қас-қабыңызға қарап біліп отырады да, әр қалай жасау керектігін. Сол сіз қалай тәрбиеледіңіз балаларыңызды осындай қылып? Тәрбиелегенде мен өнеге жұмыста болдым ғой 15 күн вақтыда. Сол анасы өзі сол папаң келеді. Енді қаспен қабағына қарайды ғой. Папаң келеді, анау келеді, жұмыстан келеді, шаршап келеді, тентек болмаңдар, үйтпеңдер, сөйтпеңдер деп сол кезде айтып жүрді ғой. Естіп жүрдім, бірақ мен өзім шаруамен өзім жүрдім. Көп балаға араласқан жоқпын. Енді жүзде жүрді ғой, енді вақтыда істейді, өмір бақи вақтыда істейді. Тәрбиеледі ғой мамасы. Мамасы. Мамасы дегенменде мамасы айтып отыру керек ер балдарға, әкең келатыр, әкең бүйтіп келатыр, әкең келгенде бір өлек болыңдар деп. Сол бір ауыз сөз ғой, сол әкең келеді деген. Олай еркелей берсеңдер де әкелерің келгенде көрсетпеңдер деп, иә. Соған сол қатып қалды ғой жаңағы. Шаршап келгенде. Қалай өскенін білмей қалдым мысалы өздерінің. Мысалы бір күн үйленем деп шықтым, білмеймін ғой. Үйленем деп жатыр дейді. Үйленсін дедім. Жұмыс істеп сол ақшасын тауып үйлендірдік қой енді. Мен келін болып түскенде. Білмеймін мен ал мысалы. Мен келін болып түскенде папа сіз айтқансыз, сол 40 жасқа дейін бәрін жасап алыңдар, 40 жастан кейін ештеңені тіпті өздерің білмей қаласыңдар қалай болып қалған өмірдің деп айтқаныңыз менің әлі есіп көз алдымда. 30-40-қа дейін деді ғой. Соған дейін жасап алу. 30-дан кейін? 30-дан кейін уже өтіп кетеді момент, 50-ге келген білмей қаласың. 30-да орда бұзады, 40-та қамалады дейді ғой. 30 жеткізбейді 30-ға дейін. Жүрдік қой бәріміз де 30-ға дейін. 30-дан кейін қалай келген білмей қалды, қазір енді 57-теміз ғой. Алхамдулилля, сіздердің осындай тәрбиелеріңізбен біздер жақсы болып көгеріп жатқанымызды енді бүкіл ел біліп отыр ғой. Мамам мынандай нәрсе айтқым келіп тұр, сіз маған айтып қалдыңыз, ұрып та жібердім деп жатсыз, сабақ та бердім деп жатсыз. Мама келген кезде шынымен де тіпті гүлдің жапырақтарының бір жапырағы шаң болса, нидай боқ болатын ол кезде ше. Нелердің ортасын мама? Батарейканың ортасын қалай жуатын едік, мама? Батарейканың ортасын жуатын щеткамен жуғызам ғой. Щеткамен жуатынбыз. Ал енді бірақ одан кейін жылайды, соны тіс жуатын щеткамен жу деймін ғой. Қалай жуам дейді. Міне кел деймін, желкелеп алып келемін да, мына тіс жуатын щетка мынау, ортасының бәрін жу. Сонда оның қазіргідей көп средства да жоқ. Соны аппақ қылып сөйтіп құттақандайынан үйренді ғой. Алла міне Алла тағаланың көзі жеу. Шүкір ешкімнің ала жібін аттаған жоқпыз осы күнге дейін. Осы бала деп 4 еркек баламыз енді өмірге әкелдік. Солай жақсы болып келе жаттық та. Одан кейін бір жылы 2020 жылы мен бір семинардан келдім да, мама. Мама әлі айтып жүрді ғой бана, сен мынандай жерде жүрмеу керексің, сен офиста отыру керексің. Всегда ұрысқан кезде сондай нәрсе айтатын. Мені миымда қалып қойды, сен кәсіпкер болу керексің, офиста отырма деймін, бір орында қалма, бір орында отырма деймін. Себебі менің жүрегімде біртүрлі бірдеме шығатын сияқты. Алла соны қолдап тұр ғой. Бір күні Алматыға кетем деп шықты. 4 бала менде. Алып қалыңыз, бір айда мен сол бір шей блогер дейді. Ол күнде блогердің не екенін білмейміз ғой. Ойбай, ертең мама уже бір айдан сол болса болған, болмаса кейін қайтам деді ғой. Бір айдан кейін жаңа Аслан келіп балдарды алып кетті ғой. Сол айналған адамның сол бәрде бір Алла себепші ғой. Сен не жетем дейсің? Сол жетістікке жету өзіңнің нең ғой, жаңа қолыңда ғой енді, қай затта. Алматыға кеткенге дейін 2020 жылы есімде мама, есіңізде ма сіздің сізге кәсіп бастауға себепкер болған сәтімді айтып өтсеңіз? Осы манты полуфабрикат кәсібіне қалай келдіңіз? Енді мен өзім үлкен мекемеде істедім. Сол істеп жүріп өзім. Мама мантыны өте дәмді дайындайды. Ауырдым. Оның дәмі өте ерекше. Бұл Қазақстанда тіпті әлемде жоқ манты дайындау әдісі, тек қана менің мамаситан біледі. Мамаситанның 2 қолы алтын деп қойшы. Алхамдулилля. Енді ол қалай келдім дегенде сол ғой, жаңа сөйтіп өзім блокнот алып келіп жазған кездер айтсын деп жатқан ғой. Соны мама мына неше келі парыштан мынандай енді сіз халыққа жасайсыз ғой деп жаңағы Шынар деген келінім бар ғой. Екеуің осы жаңағы бірге нетіп кәсіпті мама баса шеш, сен де үкіметтің жұмыс жаса алмайсың. Белімнен жаңа грижи болып 1 жыл жарым үйде жаттым ғой. Кәсіп бастау туралы оқып жүрдім, білім алып жүрдім. Сен ол кезде оқып жүрдің. Менің қолымнан келмегесін, мен мама мантып пісіре алатынын біліп, мамаға айттым. Мама дедім да, фаршыңызды бүкіл блокнот әкеліп бердім, ручка әкеліп бердім, жазыңыз дедім. 1 кило фарштан қанша кило жуа керек, қандай өзінің ингредиенттері бар, маманың бөлек өзінің құпия ингредиент, оны айтуға болмайды. Соның бәрін жазып,
қанша фарш шығатынын, қанша манты шығатынын, қанша килограмм болатынын, қанша теңге табыс табатынын жазайық деп мамаға айтып, сол кезде мама өзінің манты бизнесін бастаған. Әлі күнге дейін сіздің тұрақты клиенттеріңіз бар, мама? Тұрақты клиентім әлі күнге дейін 5 жыл болды ғой. 5 жыл болды. Сол тек манты басқа енді оларға бүкіл тамақтың бәрін жасаймын ғой, бірақ жаңа адамның оң қолыңма келетін сол манты. Мен айтып, қалай жасайсың дейді. Жұрт үйге бір төрт нені жасағанда, кастан жасағанда шаршап қалады. Сіз қалай жасайсыз дейді. Тем более аяғым операция. Балтаққа бүйтіп қойып та жасаған күнім болды. Не істейсің? Жаңағы кәсібің, соны жаңағы содан нан тауып отырсың. Соны бір жақсы сол алған адам, жаңа 4-ші жылдан 5-ші жылға кетіп барды. Сол алған адам әлі алады ғой. Мысалы алмай қалса ол біртүрлі ғой, мантың былай деп. Содан енді шүкірміз әйтеуір. Сол бизнесің әлі жүріп келе жатыр. Мама, просто көп адамдар мынандай ғой, кәсіп бастайын десе ойлайды, ой, кәсіпті қалай бастаймыз, ол мүмкін емес. Демек, үйден отырып, өзің жақсы көретін ісіңді ақшаға айналдыруға болады. Иә, ақшаға айналдыруға болады. Оны бірінші адам қолдау керек. Жаңа нөлден бастадым, мынандайдан бастадым дейді, мен енді нөлден бастадым. Бірақ жаңағы осы сол неге келетін, мысалы холодильник, бәленбай полкасы бар, жаңағы бүкіл фаршы, теркісі, пышағы, бәрін осы жаңағы келіндер алып беріп, мені қолдап, қолыма жаңа блокнот пен ручка беріп, қандай, мен өзімде сол торговляның айнасында, тамақтың айнасында оқыдым ғой енді. Қандай кететін, қалай болғанда жаңағы полуфабрикатты, жаңа қалай холодильникте қалай жаңағы сақтау керек, бүкіл бәрін енді былай да бұл жағынан да өзімнің білімім бар ғой. Яғни уже сіз сатып бастағаннан біліміңізді арттырып бастадыңыз, Иә, білім. Вот, міне, қазір үйде отырып, мама просто өзінің сүйіктісін ақшаға айналдырып, папа да мама да қазір жұмыс жасамайды, бірақ мамаға күнделікті ақша түсіп тұрады, өзінің сүйіктісінің арқасында. Иә, алхамдулилля. Мама, мысалы, сіз бағана айтып жатсыз ғой, келін бізде мысалы ұрып та жібердім, былай да айтып та тәрбиеледім, соғып та тәрбиеледім деп. Қазіргі келіндер оған көнбейді ғой. Сондай келіндер, қазіргі келін мен бұрынғы келіндердің бір айырмашылығы бар ма сонда? Екі ортасы жер мен көктей. Ол ең бірінші мына қазіргі келіндерді құртатын бар ғой. Мына үйдегі анасы. Мен енді өзімде 4 ұл, қыз жоқ. Бірақ енді өзі мына келіндерім қыздай болып кеткен өзіме. Мысалы мен қазір бір көйлекті алсам да, бірде тойға барам десем де, бір шашым нетем десем де, осы келіндерге сүйенемін. Алып бер маған осындай тона 3000 километрді өтсе да. Иә. Ол деген жаңағы үйдегі тәрбиенің жаңағы ошағы үйдегі анаға байланысты. Ана келін барған жеріңе жаңа тастай батып судайсың. Баяда біздің өзіміздің марқұм анамыз сүйек сындырма дейді. Келме. Сол жерде сол үйге шықтың ба, жаңа 10 бала, ең 10 баланың үлкені жолдасым. Қалғандар жаңа қыздар бар, 7 қайынсіңнім бар, 2 қайным бар, 10-ның үлкені. Ал сонда сол 2 енем бар, атам бар, жаңа қайнапаларың келіп жатады, өзі 3 комнатты. Ал сонда адамға бәріне сонда үйде жаңа өзім 70-80 километр жаңа Махамбет районында тұрам, 11-ші ауыл деген жерде. Сонда барғанда анам жаңа оқымаған қарабайыр адам ғой. Сүйек сындырма дейді, қайтып келме болды дейді. Енді бірден сірден айтасың, өмір болғасын. Бүйтті, сөйтті, жаңағы. Анда қайынсіңнен бар, енен бәрін жоқ дейді болды. Біз құлағымыз естімейді, келме. Айырылсам демейсің, бірақ жаңағыға жеткізесің ғой енді. Ойбай бәлен деген. Жоқ дейді болды. Сол жерге сені біз қосқан жоқпыз, өзің қосылдың, тастай батып судайсың дейді. А қазіргі шешелер ондай емес. Көп айырудың несі мына ата-анадан екі жақтың мына ене мен ана жақтың шешесінен. Мен любой жерде айтамын осыны. Құдағи тату болса сонда құдағай тату болса да, сос құдағай екі жақтың құдағайы тату болу керек. Жаңа тамадылар айтпай ма? Құйрық не үшін беріледі? Бауыр құйрық. Ана бауыр осындай, бауырдай тәтті болу үшін. Құйрық жаңа екі құдағай деп айтады ғой енді ойын ішінде тамадылар. Оны айту дұрыс. Ар жағында сөздің бір шаман несі бар жаңағы. Түсінген адамға. Тасты келме болды. Басты қатырма, мен сені қосқан жоқпын. Өзің қосылдың деп. Сөйтіп ана тәрбиелесе ол қызды, ол қыз ешқайда кетпейді. Ұрса да соқса да. Иә, ұрса да соқса да тастай бар судай сіңін. Қазіргілердің тек миында бөлек шығу болды. Арман тек бөлек кету. Ол атаны қазір заман бәрі бар ғой. Баяда біз қолмен кір жумайсың, сиыр саумайсың. 2 күн бассаң кір жуылып жатыр. Астын жақсаң газ жанып үстінде тамақ пісіп жатыр. Соған ерінеді ғой енді жаңағы. Сосын мынандай дүние бар ғой, папа, мысалға сіз бәріне көмектесе бересіз да. Мысалы, мама айтып жатыр ғой, келіндер өзгерді қазір депші. Заманауи келіндер пайда болды, олар бөлек тұрғысы келеді деп. Ал бірақ сіз өзіңіз шай қоя бересіз барған кезде, мысалы, хотя бізге келін келді, келін шай қойсын деп отырмайсыз да. Сондай жағынан ол сіздің ойыңызша бұл дұрыс па? Ол мысалға келінге атасы шай қоймау керек деген бір стереотип бар ғой қазақтың несінде.
Жоқ, енді мен өзім повармын ғой, кезінде повар болдым менде. Армияда 2 жыл повар болдым. Сізде ондай жоқ, Тамақ пісіруден мен нетпеймін, үйде жоқ, сен пісіре өзің беремін. ойыңды айтып отыр ғой. Сіздің тамақ пісіргеніңіз менің есімде 2012 жылы Шайды алғашқы. де қоя беремін үйде, өзім іше беремін, тұрса. Енді келіп жатса келіндер столдың басына құйып береді ғой. Олар енді ана жақта бала шағамен, шаруамен бүйтіп жүрген кезде өзім іше беремін, олар қарап отырмайсың ғой. Қарап отырсаң аштан өліп қаласың ғой. Қандай күшті. Папа Іше біздің. бересің соған. Алхамдулилля. Папа, және сіздің сорпаңыз есімде 2012 жылы алғашқы бөпем босанғанда мама менде родзалда всегда қасымда болады, партнерствода. Ал папа менің қалжамды дайындап беріп жіберетін адам. Өте дәмді. Ана сорпаның дәмі енді менің әлі тілімде тұр, тілімнің ұшында тұр. Әлі күнге дейін есіме кетпейді дейді. 2020 жылы кететін жылы мамаға айтқанмын да, мама бір ай шыданышы, осы 4 баланы алып қалсаңыз, мен өскім келеді, дамығым келеді. Мен жалпы Инстаграм бастаған кезде 2017-те мама қолдамаған. Жалпы ешкім қолдамаған. Сен не істеп жүрсің, ішіп жегеніңді салма, қайда жүргеніңді айтпа деп қолдамаған. Ал қазір мына ютубқа шығам деген кезде сіздердің қолдауларыңызды көріп, Алматыға бір 2-3 күнге демалысқа келгеннің өзінде де осы студияға келіп ойларыңызды бөлісіп жатқан үшін мен үшін бір мәртебе. Папа, рахмет сізге. Алла разы болсын. Сіз жақсы көремін әкемдей. Мама, сізге де рахмет. Сол 2020 жылы 2017-те қолдаған жоқ қой, енді сіз қолдаған жоқсыз ғой, Инстаграмға шықпа, салма деп, болмайды, не істеп жүрсің деген сияқты. Ал ішкен жеген неге саласың деймін. Сөйтіп ұрысты да 2020-да сіз мен кететін кезде балдарды алып қалдыңыз. 4 баланы алып қалдыңыз. Одан кейін 2021-де босандым. 2020 неше деді мама? 2021 ұмытып қалған деп па? 2023, сәсі? 2023. Мұхаммед. 24 қой. 24, 25-те кеше осы. Бәрін өзім бағам ғой, сосын ұмытып қалып отырмын. 2024-ді ұмытып қалып отырмын. Мама, соны туралы сұрайын деп тұрмын да сізден. Бала тәрбиесі туралы. Біз енді бөлек тұрдық дейік 8 жыл. Одан кейін біз Алматыда болсақ та, сіз каждый әр бала дүниеге келген сайын алып кетіп бағып жатасыздар. Келіп 2 ай бойында осы жақта 40-нан шығып бағып жатасыздар. Сонда немерені өлгенше бағасың деген дүниеге мен келісесіздер ма? Келісемін. Немере баладан тәтті деп жатады. Ол деген негізі маған өзімде айналамдағы достарым, класстастарым бәрі айтады. Сен пысықсың, сен деген ойбай үстіңе неңді шолып қалады, киіп жатпайсың ба? Мынау не жүрс, неге бағасын дейді. Сен деген немере бағуға, сен ондай не емессің енді. Пысықсың сен деп. Мен айтам, типа андай не келіндерден қорқып деген мағынада келтіреді ғой көп жерде. Мен айтам, жоқ деймін. Сендердің түсініктерің бөлек. Ол өмірге ұрпақ әкеліп жатыр. Ол ұрпақ біздікі. Ол сенің жаңағы ата мен ене, мысалы қолыңнан келіп тұрса, қолғабыс етіп, жаңағы 2 ортаны жалғап, әкел, мен бағам деп, жаңағы алып кетіп, тона 3000 километр жерден келіп босандырам. Анда болғанда 2 бастан ғой енді. Жаңағы ойбай мына сорпаң 40 күнге дейін жаңағы сорпасы міне көз отыр. Ораза айының іші ғой енді. Сол бәрін, соның бәрі татулық, соның бәрі адамға жинала береді. Соның тәрбие тал бесіктен басталады. Соның бәрі жиналып адамға деген бір-біріне деген мысалы махаббаты, келін мен ененің, ата мен жаңағы баланың бәрінің ортасында жаңағы Алла да оны көріп тұрады. Сөйтіп жаңағы тату тәтті. Сол ол біздің мысалы міндетімізге кірмейді дейді ғой көп адам. Ол адам міндетпен өмір сүрмейді. Ол сыйластықпен өмір сүреді. Сол 2 ортадағы сыйластық, 2 ортадағы алтын көпір. Сол бала да сені жақсы көріп тұрады, немереде. Біз одан жаңа өлгенше бағасын деген қазақтың мақалы дұрыс ол. Бірақ қазір көп енелер немере бақпайды. Себебі өзі сыланады. Біз сылануға да жетеді уақытымыз, былайға да жетеді, тойымызға да жетеді. Той сайын барған сайын жарқырап бір көйлегіміз. Ол Алла бірінші, екінші осы өзіңнің тәрбиең, ұрпағыңның дұрыс тәрбиелесең, соның жемісін жейсің дейді ғой. Алманы мысалы дұрыс ексең, ол алма талы өзінің арғай түспейді дейді. Сол алма талы соның өзінің терегінің түбіне түседі дейді. Ол қазақтың сөзінің өзі жаны бар сат. Себебі сен сол алманы талды тіке өссең, соның дәнін жейсің. Міне шүкір біздер қазір жеп отырмыз. Алхамдулилля. Біздің 6 баламыз айтқандай, мама, бір айда Алматыда, бір айда Атырауда, осы 2 ортада жүреді ғой. Жалпы мынандай нәрсе сұрағым келіп тұр, мама. Бір сұрақ қояйын деп жатыр едім да. Сіздер ең алғаш, мама, менің есімде келін болып түскеннен кейін, қанша жылдан кейін, ең бірінші туған күніңізді жасадық қой? Сол кезде ең алғаш осы ресторанға жасап берген болатынбыз, Мысалға, барлық сонда таң қалды ғой, келін деген ондай нәрсе жасай ма? Келін ондай нәрсе жасамайтын еді ғой деп. Неше 45 жасыңыз, по-моему? 45 жасым, оны жаңағы келін, ойбай, оны да жаңағы айдастырып, оны неге жасайды? Ол ененің туған күн неге жасайды? Ол өз жасамай ма, ол келіннің міндетіне кірмейді деп.
жаңағы енді ол адам уже сіңісіп құттайынан келіп екі ортада жаңағы сыйластық болып бәрі бір біріне деген жаңағы не болғасын жерде, сыйластық болғасын жерде ол жаңа туған күнде жасалады, басқасы жасалады. Осыдан осы бір жыл 55-ке толғанда, бір жыл бұрын 2 жыл болып жатыр уже. Осы Алматының төрінде таудың жоғарысында кәдімгі бүкіл класстастарым жаңағы өзі 12 қыздың 8-і келіп, осы 7 күн жатып Алматының төрінде осы Аслан мен Гүлзат туған күнімді кәдімгі күшті қылып жасап, әлі күнге дейін қыздар айтады, мә күшті, 60 жасыңда сол. Мен айттым, 60 жасым бұйырса Стамбулға жасаймын дедім. Иншалла, сол күнге Алла жетсек. тағала әмин десе бәрі болады ғой. Мама, мынандай не бар. Енді алғашқы туған күніңізді жасап жатырмын келін болып. Және алғашқы сіздерді санаторияға барып демалған кездеріңіз. Сонда мен 200 000 теңге ақшаны неше ай жинадым? 1 ай жарым жинадым. 200 000 теңге ақшаны 1 ай жарым жинап, папам маған санаторияға жіберіппін. Бірақ ол кезде самолетпен ұшу деген болмады ма, мама? Әлде миымыз жетпеген ба? Өзі самолетпен ұшу деген Пойызбен болды бардыңыздар ғой. ғой? Пойызбен барамыз деп өзіміз бір пойыз қазір ғой әлгі самолет көрініп қалған. Ол деген 200 000 деген өңде көп ақша. Сосын жаңағы ең жаңа люкске жаттық қой. Кәдімгі екеуміз Манкент, Шымкент дегенді білмейміз. Жаңағы ең алғашқы демалыстарыңыз. Ең алғашқы сол Манкент демалысымыз біздің өзіміздің де есімізде қалды. Ең ішіндегі жаңағы күніне неше 20 жұрттар жаңағы 10 000-нің несіне жатса, біздер люкс жаңағы. Соның бәрін сол мысалы бұл келінге, мысалы Гүлзаттарға біз айтқан жоқпыз, соны өзінің ойынан жаңағы шығарып, өзі соны бір күні әкеліп тұр, міне мама екеуіңізге путевка алып келдім, мама бақтыдан келгенін бәрін есептеп, сол күні алып міне билет, осындай уақытта түсесіңдер, анда барғанда осындай деп, даже пойыздан күтіп алды ғой біз сол Манкенттің бәрін демалдырып. Мен всегда сондай нәрсені ойлап жүремін да, барынша. Мысалға, мама айтып жатырсыз ғой, сіз бана ұрдым, ұрсып та тәрбиеледім, ұрып та тәрбиеледім деп. Бірақ соның бәріне папаның тәрбиесі көбірек болған сияқты. Неге десең, менің өзім мырзам папаның прямо копиясы. Қалай болмасын, ол кісілер сөйлемей ақ қойсын, просто қасына қарап, біздің мама да солай көп сөйлейді, мама бәрін айтады, шешеді деп. Бірақ маманы үйде біз білеміз ғой, мама папаның қас-қабағына қарап отырады да, қалай депші, папа айтса болды, папа айтпаса папанікі заң. Мен айтам ғой, мама бүйтепші, необсуждаемый дүниелер болады деймін да, отбасыдашы. Мысалы, папа келіспеді ма, оны сұрауға болмайды екен. Мен ойлаймын ғой, папаға айтып көрейік, мүмкін бұрын келін болып түскен кезде, мүмкін папа ойланып қалар, мүмкін өзгеріп қалар, мама айтады, жоқ. Папа айтты ма, демек ол нәрсе уже необсуждаемый, демек ол болмайды деп. И дәл сол сияқты маған да мырзам айтқан болатын. Менде бір ғана шарт бар, менің мамам қандай, дәл солай қабылдайсыз, либо екеуміз бірге тұрмаймыз деп айтқан болатын. Ұрсын соқсын, сіз сол кісіні айтқанын тыңдасаңыз, менімен бірге боласыз, шыдасаңыз. Шыдамасаңыз, мен сізге ренжімеймін. Есік әне тұр деген кезде, енді мен ботадай боздап жылаған кездерім болған, енді талай. Оны жассың ғой, соның бәрін сол түсінікпен қарап тұрсың ғой енді. Альхамдулилля, сөйтіп түсініспен қарап, қазір 6 баланың отбасында, папа мамамыз ортамызда, мәуелі бәйтерек болып, енді осындай күнге жетіп жатырмыз. Маманың бизнесі 5 жыл болса да әлі де жүріп жатыр. Мама, келінің кәсіпкер болған, келін блогер болған қалай екен, папа? Жақсы жақтары мен жаман жақтарын айтып кетіңіздерші. Енді жақсынан жаманынан бастасақ енді жаңағы бірге енді көбіне жүзде жүресің ғой енді. Жүзде жүресің, жаңағы бір келгенде де жаңағы кейбірде бірге отырып шай ішетін уақыт алмайды. Өйткені енді жаңағы ана қалаға кетіп батасын, бизнеспен мына қалаға кетіп батасын деген сияқты. Ал сол жаман жақтар, енді жақсы жақтар енді жаңағы ғой енді өте бір-бірімізге деген жаңағы тату тәтті үйған жаңағы не дейді ғой, осы үйған аппақ сүт айрандай тату тәттіліктің арқасы. Міне келеміз қазір, кетеміз. Қазір енді ол Манкент болып, бизнес енді жол жаңағы ғой енді. Папа, сізге ше қандай жақсы жақтар бар, қандай жаман жақтар бар келіннің блогер, кәсіпкер болғанының? Жақсы жақтар жол жаңағы әйтеуір білмеймін, енді өзінің жұмысы оған сол уақытымен жұмыс жасағасын. Біз оған ештеңе демейміз ғой, жасама демейміз. Жасаған жақсы ғой, қолынан келіп тұрса, оқсатып тұрса, саған пайдасы көп. Білімін алған жақсы ғой, білім. Білім бар жерде өлмейді дейді, осы білімін алып жоғарылай берген жақсы ғой. Альхамдулилля. Білмеген нәрселерін танысып, одан сайын көре берген жақсы ғой деген. Соның арқасында шетелге шығып. Мана айтқаныңдай өзінің мысалы неге салғандар біздер бір түрлі көріп отырамыз мысалы. Ол не керек оны көрсетіп. Әлеуметтік желіге. Әлеуметтік желі.
ақшасын алғанда салады, біреу жаңағы несін тамақ ішкенін енді сол салады. заманына қарай ғой қазір. бірақ мен Сондай шынымды не айтсам, андайсыз да, былай ал жақсы, бәрі жақсы ғой енді. біздер көріспесек жақсы дейсіз, бірақ енді мен шынымды айтсам, өзімнің осы әлеуметтік Халық желіде қарайтын болып тұр ғой соны енді Иә, бізге не соны болғанмен. қарайды. Мына осылай қарайды папам, ата енесімен қарым қатынасы қандай, отбасында не болып жатыр, мысалға ше. Мен осы 15 жылда келін болдым ғой, и 7 жылда Инстаграмда жүрмін папа да. TikTok, Инстаграм жүргіземіз, әлеуметтік желілер. Мен бірде-бір контент жасап көрмеппін. Өзім отбасыммен, неге? Потому что сіздерді осылай бір неге салым келмейді да, ыңғайсыз дүние болмасыншы деп өзім жүрмін. Даже мен мырзам да ондай контент жасау дегенге келіспейді. Бірақ мен бүгін қатты қуанып тұрмын, что папа мен мамам мені қолдады осындай жаңа бастамамда. Бүгінгі бастамаңды мына біздер қолдадық, кетпей. Иә. Сол үшін папа мен сізге ризамын, мама сіздерге рахмет көп-көп. Енді шынын айтсақ, бұл осы қолдаудың астында үлкен дүние жатыр да. Маған деген сенім, мен солай түсінемін, маған деген сенімдеріңіз үшін сіздер осы дүниеге келіп отырсыздар. Просто андай ғой, енді әлеуметтік желіде жүргесін, бір жағынан жақсы да пікір жазылады, бір жағынан жаман да пікір жазылады. Бірінші жаман пікір жазылғанда мен ұялатын нәрсем осы, ата енем көреді ғой мені бауырларым көреді ғой, мені ата-анам көреді ғой деп қысыламын да ең бірінші. Бірақ папа маманың осындай қолдауын көрген кезде ол кісілер түсінеді. Ол халық айта береді ғой, олар жаза береді деген кезде. Сол кезде мен қуанып қалам. Сіздерге көп-көп рахмет. Алла разы болсын. Осы бастамамды қолдап жатырғандарыңызға. Сіздердей ата мен, сіздердей әке мен шешенің екінші қызы болып үйлеріне келгеніме қуаныштымын. Всегда айтып жүремін. Мамадан мен айтам ғой, өзімнің қазір 2 келінім бар. Өзімдегінің нәрсенің барлығын бөліп беруге тырысам ол екеуіне. Келін деп қарамаймын. Ол тәрбие менің осы енемнен деп айтам да. Мама всегда айтады, сен үлкен келінсің, сен артыңа тәрбие беру керексің, сен әулеттің үлкен келіні болып қаласың деген дүниені маған мама всегда айтып отырады. Өзім мысалға бір бренд алам ба, екеуіне бірінші бренд алып берем. Ол келін деп қарау, олармен бір андай, не дейтін еді мама, соперник болу, ондай нәрсе жоқ. Мама всегда солай айтып отырады. Ең үйдің үлкенсің, сен өзіңнің адам айтады, шүйкедей басыңды сыйлы қыл дейді ғой. Сен өзіңді сыйлы қылып, сол орныңды өзің стойкыңды ұстасаң, артындағы 2 келін уже міне деп соның жолымен жүреді. Қазақта айтады, абысын тату болса ас көп деген содан қалған зат. Сөйтіп айтам ғой, сен ал енді Гүлзат, ол менің мақтауымнан да айтқанымнан да артық шығып кетті. Ал қазір өзіне бір не алса, бір лент алса, бәрімізге де бірдей алады. Жаңағы өзінің мамасы, өзінің несі, екі бастан ғой ол етекті. Біздің жаққа. Кейбір келіндер бар ғой, өзінің несіне ала береді де, тұқымына өзінің шешесіне несіне ала береді де, жаңағы жолдасың жаны, бұл Гүлзат наоборот бізге өліп тұрады. Бір жақсы қасиеті Алла сол үшін саған осындай не беріп тұр. Жаңағы аузыңа осындай байлық, оның бәрі еңбек. Ол жұрт айтады ғой, ой анау мынау деп. Оның бәрі еңбекпен келетін зат. Қандай зат болса да еңбекпен келетін. Соның тек жолын табу керек. Таза жүру керек. Мен постоянно айтамын, таза жүр. Қазір деген адам деген бетіңе жылтырап күлгенмен артыңнан бұл ақ көңіл тек кісіге неткісі келіп тұрады. Артынан сені сатшы береді. Ондай да достар бар. Оларға да айтатыным, ондай болма керек. Алла бәрімізді бір Алла ғой жаратқан. Бүгін барымыз, ертең өзі өмірден өтетін кезде өзі ала береді деген сияқты. Сондықтан осы ақ көңілдіңе Алла берсін. Осы дами бер, өсе бер. Бүгін біз екеуміз сол қолдап келдік, папасы екеуміз. Рахмет. Келістік түнде шешілген әңгіме. Мен негізі ойламадым папа мама келіседі деп, бірақ шынымен жаңадан түсіп жатқан келіндерге жаңа көзқарасқа ол заман өзгерген жоқ, адам өзгерген жоқ, просто тәрбие кішкене осы ақпараттардың көбеюіне байланысты бір нелер, стереотиптер өзгеріп жатырған сияқты көрдім да. Өзіміздің басымыздан кешкенді, өзіміздің өмірімізде болып жатқан дүниені бүкпесіз бөлісіп беруді жөн көрдік. Ал енді құрметті көрермен, сіздер қалай ойлайсыздар? Отбасыда келін мен ата ененің қарым-қатынасы қандай болу керек? Дәстүрде қандай дүние, стереотиптер қазір бұзылып жатыр? Өздеріңіздің көзқарастарыңызды төменге жазып кетсеңіздер, папа маманы қолдап пікірлеріңізді білдіріп кетсеңіздер, және осы шығарылым ұнаса лайк басып, комментарий жазып, поделиться етіңіздер. Сосын не айту керек? Сыйлық беру керек, Так, біздің подкасттың қалай айтеміз? Стереотип бойынша бір комментарий жазған адамға давайте розыгрыш жасап жіберейік. Давайте. 3 адамға сыйлайық та? Аяймыз. Самый күшті 3 комментарий про там, может, историясын айтып берсін да, арасында историясын жазып жіберсін, біз таңдап соларға үшеуіне не береміз. Давайте. Енді құрметті оқырман, біздің подкасттың несі еді?
соңына қарай. мынау несі спонсоры да. Мхм. Құрметті көрермендер, біздің подкасттың спонсоры Queen Life компаниясы. Шаштың түсуін тоқтататын, қайзақ кетіретін шампунь бальзамдар ерлерге және әйелдерге арналған. Сіздерге араларыңызда өздерінің бір ата енесімен болған қарым-қатынасты жазып кеткен жандың 3 жанды анықтап, осы Queen Life компаниясының өнімдерін сыйлыққа беретін боламыз. Активны болыңыздар, келесі шығарылымда кездескенше. Еще раз. Ең қызық деп знаете. Ең қызық değil mi? Қатынас деген непонятно, да? Иә, Ең қызық, иә? Ең қызық там. Курьезный бір атаның бірін түсінбей қалған. Құрметті көрермендер, біздің подкасттың спонсоры Queen Life компаниясы ерлерге және әйелдерге арналған шаштың түсуін тоқтататын, қайзақ кетіретін өнімдер. Дәл осы көрермендердің арасында қызықты комментарий жазған ата ененің қарым-қатынасы бойынша. Енді менің енем ұрдым деп жатыр, ұрыстым деп жатыр. Сіздерде қандай бір қызықты оқиға болды? Сол қызықты оқиға болған комментарийға жазыңыздар. Ішінен 3 жанды таңдап алып, өздеріңіз қалаған өнімді сыйлыққа тарататын боламыз. Шығарылым ұнаса лайк басыңыз, каналға тіркеліп алыңыз. Келесі кездескенше.